Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, оқытушылар және студенттер. Салалық мамандықтар бөлімі, бухгалтерлік есеп кафедрасы және жалпы білім беру кафедрасының ұйымдастыруымен Әл-Фарабидің 1150 жылдығы өмірі, еңбектері және жаһандық ғылымға қосқан үлесі атты республикалық ғылыми студенттік конференцияға қош келіпсіздер. Аталған іс-шараның мақсаты студенттерге Аристотельден кейінгі екінші ұстаз Әл-Фарабидің өмірі, еңбек жолы туралы түсінік беріп, ғұламаның жан-жақты ерекше тұлға болғандығын анықтау мақсатында ізденіс жүргізу, тәрбиелік мәні, халқымызға білімнің, ілімнің нәрін сепкен аса ірі тұлға Әбу-Насыр Әл-Фараби мұраларынан нәр ағызып, студенттері туған жерге деген сүйіспеншілікке, адамгершілікке, қасиетті нәрселерді қадір тұтуға тәрбиелеу. Саламатсыздар ма, құрметті тыңдарман. Бүгін біз Әбу-Насыр Әл-Фараби туралы қысқаша мағлұмат бере отырып, сонымен бірге оның ғылымға сіңірген еңбектері туралы мәлімет беруге тырысып көрейік. Мәдени тарихына қысқаша шолу жасап өтер болсақ, орта ғасырлық шығыстың батыс Еуропаның мәдени дамуынан әлде қайда алда тұрғандығын білеміз. Орта ғасырлардың өзінде араб, мұсылман өркениеті пайда болған. Біріншіден қалалық мәдениет өркендеген, ғылым білімге басты назар аударылған. Антикалық мұра қолға алынып, аудармалар жасалынып, грек философтарының жолын қуушылар пайда болған. Аристотельдің жолын қуушылардың бірі дүниежүзі ғалымдарының екінші ұстазы атанған Әл-Фараби этиканы, яғни жақсылық пен жамандықты ажыратуға мүмкіндік беретін ғылым деп қараған. Әл-Фараби грек этикасының орталық ұғымы Евдамонаны өзінің этикалық шығармаларының арқауы етіп алады. Бақытқа жол сілтеу трактатында ұлы ұстаз о дүниенің баянсыз бақыты туралы емес, тірі адамның шынайы өміріндегі бақыты туралы сөз қозғайды. Здравствуйте, моя фамилия Ибраева Нуриля Амировна. Кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии и культурологии Южно-Казахстанского государственного университета имени Мухтара Ауэзова. Как мы все знаем, в этом году в Казахстане и во всем мировом сообществе отмечают юбилей выдающегося философа, мыслителя Востока Әбу-Насыр Әл-Фараби. Официальная церемония начала празднования данного события началось 29 января 2019 года в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби в городе Алматы. И официальная церемония открытия юбилейного года состоялась во Дворце студентов Казахского национального университета. Открывая данное мероприятие, госсекретарь Республики Казахстан Кырымбек Кушербаев подчеркнул, что празднование 1150-летия юбилея Аль-Фараби придаст мощный импульс изучению и осмыслению наследия великого ученого как у нас в стране, так и за рубежом. Также было отмечено, что юбилей великого мыслителя Востока включен в календарь памятных дат и событий ЮНЕСКО и будет широко отмечен на международных культурных площадках при поддержке ИСЭСКО, Тюрксой и других организаций. Но в рамках данного мероприятия юбилея Аль-Фараби также запланированы научные симпозиумы в Париже, Нур-Султане, Туркестанской области, в которых примут огромное количество ученых фарабиеведов и более из 40 стран. Әбу-Насыр Әл-Фараби жалпы әлемдегі екінші ұстаз. Осы Қазақстанның отырар ауданының түлегі. Әбу-Насыр Әл-Фараби айтады, ұрпаққа тәрбиесіз білім үлкен қауіппен тең дейді. Яғни үлкен қауіп деп отыр. Бұл жерде білім мен тәрбиенің тыңдыққаны бір. Екеуі бір болу керек. Егер жалаң білім ғана үйретіп тәрбиеден аулақ қалса, онда ол ұрпақ болашаққа, елге, өзінің жеріне, халқына үлкен жақсылық келмейді. Керісіне жаға ұстататын қазір жаһандық үлкен жауыздықтардың бәрі осы тәрбиесіздіктен болып жатқан жағдай. Сондықтан бұл Әбу-Насыр Әл-Фарабидің осы тәрбиесіз берген білім ұрпаққа қауіпті деген сөзі
бүгін күндегі барлық білім саласының, барлық қоғамның, елдің, жердің бүгінгі ұрпақ алдындағы біздің көкбайрақ құсап көтеретін ұранымыз болу керек. Құрметпен Нұрхан Сұлтанбайұлы Сәменбет, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын, журналист. Құрметті әріптестер, Әбу Насыр әл-Фарабидің мұралары. Әл-Фараби бабамыз келер ұрпаққа өте бай мұра қалдырған. Бұл мұраны 11 ғасыр бойы шығыс пен батыстың ғалымдары зерттеп, әрқилы түсіндіреді. Тартылымдылығын жоймаған әл-Фарабидің шығармашылық мұрасына деген сарқылмайтын қызығушылық, сол мұраның тарихнамасы жөніндегі мәселені қойып, мұраны зерттеудің кең ауқымды қорын қамтамасыз етуде. Бабамыз орта ғасырлардағы ғылым мен білімнің, мәдениеттің дамуына көптеген еңбектер жазды. Оның 200-ге жуық еңбектері бар. Бізге 30-ға жуығы жетіп отыр. Атап айтқанда, дыбыстар туралы ілім, азаматтық саясат, мемлекет қайраткерлерінің нақыл сөздері, табиғат туралы, өлшемдер туралы, есеп туралы, жұлдыздар туралы, философиялық көзқарастары, бақыт жайы туралы, қайырымды қала тұрғындары, дінге қатысты ғылымдардың шығу туралы еңбектері. Әбу Насыр әл-Фараби ғылымдарды теориялық және практикалық деп екіге бөлуі осы күнге дейін қолданыста. Сонымен қатар әл-Фараби бабамыздың өсиет сөзі тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы десе, әлі күнге дейін маңызын жоймақ емес. Бұл ұлағатында ғалым бірінші тәрбиені көздепті. Бірақ бұл білімді болма деген емес. Оны бақыт жайлы трактатында бақытты болу үшін білімді болу керек. Бақытты болу үшін адам өзін үнемі жетілдіріп отыру керек. Мен Манап Өтебаев атындағы жоғарғы жаңа технологиялар колледжі есептеуіш техника және ақпараттық жүйелер бөлімінің АЖ-0119 тобының студенті Нұржабай Мадина болам. Ғылыми жетекшім Серебаева Ғалия. Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай болып жатқан ғылыми жобада менің алған тақырыбым қазақ топырағынан шыққан ұлы данышпан жайлы. Әл-Фараби шын есімі Әбу Насыр Мұхаммад ибн Мұхаммад Тархан ибн Узлах ат-Турки, ұлы ойшыл, философ, лингвист, ботаник, химик, физик, математик, логика және музыка зерттеушісі. Әбу Насыр әл-Фараби Қазақстанның қазіргі оңтүстігінде орналасқан Фараб, яғни Отырар қаласында 870 жылы түркі тектес әулетте дүниеге келген. Әкесі әскер басы болған. Алғашқы сапарында әл-Фараби Бағдат шаһарында математика, логика ғылымдарын терең зерттеп, араб тілін игерді. Ол елден асқан зерек еді. Дүниенің өткінші қызықтарынан, ойын-сауықтан аулақ болатын. Тұрмыста жетерлік аз ғана дүниемен ол соған қанағат етіп, өмірінің барлық уақытын білім мен ғылымға арнады. Әл-Фарабидің ғылыми еңбектеріне келетін болсақ, ол 70-ке тарта кітаптар мен зерттеу жұмыстарын жазып кеткен. Оларда философия, астрономия, логика, геометрия, музыка сынды өнер мен ғылымның сан алуан мәселелері талқыланған. Сондай-ақ ол медицина ғылымдары салаларын терең меңгеріп, осы бағыттарда өзі де құнды жаңалықтар ашып қалдырды. Математика адамның білімін тереңдете түседі. Ол өзінің заманында жазып кеткен математикалық трактаттары қазіргі таңдағы математиканың негізгі ілімінің бірі болып табылады. Әл-Фарабидің анықтауы бойынша логика адамның ойлау деңгейін, ойын нақты жеткізу, жинақтап жеткізу сияқты деңгейлерін жақсартады екен. Сондай-ақ ол Аристотельдің поэтика, риторика, метафизика сынды жұмыстарына біршама түсініктемелер жасап кеткен екен. Назарларыңызға рахмет. Мен Дүйсенбалар, Манап Өтебаев жоғары жаңа технологиялар колледжінің салалық мамандықтар бөлімінің 1-ші курс студентімін. Жеке жетекшім Дүйсенбаева Назипа Есенбай қызы. Менің бүгінгі баяндамамның тақырыбы ұлы ғұлама ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби. Қазақ даласы талай ғұламаларды дүниеге алып келді. Көкірегі ояу, көзі ашық азаматтар бүкіл әлемге араб парсы мәдениетін ортақ тілде жазып, мұра етіп қалдырды. Оларды айта берсек өте көп. Солардың бірі әлемге аты танылған ұлы ғұлама ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби. Әбу Насыр әл-Фараби Отырарда туып, кірін жуып, кіндігін кесіп өсті. Білімге құштар жан, дүниеге біткен құбылысты тани отырып, саяхат жасап, біле отырды. Және ол Қорасанда, Бағдатта, Алеппода болған. Әл-Фараби музыкадан бастап астрономияға дейін білген. Ұлы ғұлама ойшыл метафизика, тіл ғылымы, логика, этика, география, психология жағынан жазғандары ол бір төбе.
және физика құбылыстарын талдай отырып, сәуленің таралу, сыну, шоғырлану заңдылықтарын дәл геометриялық есеппен мәлімдеп берді. Және ол 17 ғасырда Европада мәлім болды. Фарабидің оттық орын күйдіру мәнін ашқаннан кейін ол мұхараға атанды. Және де ол қолынан бәрі келетін. Сондай ол линза және де ойыс айна өз қолынан жасап шығарды. Қорыта айтқанда, менің білгенім 19, білмегенім 99. Осы Әбу Насыр әл-Фарабидің еңбектерін оқи отырып, біле отырып, осы дүниеге деген, өмірге деген көзқарасты өзгертіп, қалыптастыратыны анық. Сәлеметсіз бе? Мен Манап Өтебаев атындағы жоғарғы жаңа технологиялар колледжінің ақпараттық жүйелер және есептеу техникасы бөлімінің АЖ-0118 тобының студенті Нәдірбай Ботагөзбін. Менің ғылыми жоба жетекшім Сербаева Ғалия. Ғылыми жобамның тақырыбы Әбу Насыр әл-Фарабидің математикалық мұралары. Тарихты білмей тұрып қазіргінің қадіріне жету, болашақты болжау қиын дейтін ғылымның өз қағидасы бар. Өміріміздің даму барысын дұрыс түсініп, ғылымның бүгіні мен ертеңін танып, бағдарлап отыруда ғылым тарихы маңызды орын алады. Орта ғасырларда адамзат білімінің молайып, ақыл парасатының жетілуіне орасан зор еңбек сіңірген ғұламалардың бірі қазақтың топырағынан шыққан данышпан перзент Әбу Насыр әл-Фараби болды. Әбу Насыр әл-Фарабидің математикалық мұралары ең алдымен сандар ғылымынан, геометрия ғылымынан, тригонометриясынан және трактатынан тұрады. Сандар ғылымы деген кезде біз ең алдымен қолданбалы сандар ғылымы және теориялық сандар ғылымы деген екі ғылымды ұғынамыз. Геометрия ғылымдары деген атаумен қолданбалы геометрия және теориялық геометрия деген екі ғылымды ұғынамыз. Геометрия екі бөлімнен құралған. Бір бөлімі денелерді қарастырса, екінші бөлімі сызықтар мен жасықтықтарды қарастырады. Әл-Фарабидің тригонометрия. Фарабиде математикалық астрономия мен географиялық есептерді математикалық жолмен шешу қажетінен туған үлкен жүйелі тригонометрия бар. Ол мағлұматтар ғұламаның Алмагеске түсініктеме, Алмагеске қосымша кітабы атты еңбектерінен баяндалған. Фараби Алмагеске түсініктемесінің бірінші кітабында Птолемейдің хордалар таблицасын жасау жөніндегі теориясын жаңартып, кемелдендіріп 1 градустың хордасы, синусы, косинусын табу жөніндегі өз ілімін жасайды. Мұнда шешуші рөл атқаратын Птолемей теоремасын ғұлама былай өрнектейді. Әрбір іштей сызылған төрт бұрышта қарама-қарсы қабырғалардың көбейтінділерінің қосындысы сол төрт бұрыштың диагональдерінің көбейтіндісіне тең болады. Әл-Фараби хорданың, синус сызығының, косинус сызығының және садақтың анықтамаларын берген. Оған қоса хордаларымен және тригонометрик сызықтар арасындағы қатынастар жарыспалы түрде сипаттаған. Әл-Фараби синустар мен косинустар сызықтарын бірінші ширекте, ал хордаларды Птолемей секілді жоғарғы жарты ширекте қарастырған. Бұдан былай біз альфа доғасының синус пен косинус сызықтары синус альфа және косинус альфа, ал альфа доғасының хордасын CRC альфа арқылы белгілейміз. Бұл тұста Әл-Фараби альфа доғасының хорда бойынша 180 градуста альфа доғасының хордасын салуды айтып отыр. CRC альфа бөлінген 2R тең синус альфа бөлінген 2 бөлінген R. Бұл CRC альфа тең 2 синус альфа 2-ге тең. Сонымен қатар біз 90 градуста, 120, 36, 72 градуста да есепті шеше аламыз. Мен Шора Айнұр, Манап Өтебаев атындағы жоғарғы жаңа технологиялар колледжінің салалық мамандықтар бөлімі EA0119 тобының студентімін. Әбу Насыр әл-Фарабидің нақыл сөздері. Ар-ождан алдындағы адалдық өз қадір қасиетіңе, ізгі іс-әрекетіңе байланысты. Шыншылдық адалдықпен ағалас. Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді. Мінез жанның айнасы. Адамның басына қонған бақтың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Ақыл парасат адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнердің қыр-сырын ұғынуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың ара-жігін ашуына көмектесетін күш. Ғақия көзбен қарасаң, дүние ғажап, сен есік. Жақсылы көзбен қарасаң, дүние қоқыс, сен меншік. Ұстаздық мінез құлық нормасы мынадай болуға тиіс. Ол тым қаталда болмау керек, тым ырыққа да жығыла бермеу керек. Өйткені аса қаталдық шәкіртті өзіне қарсы қояды. Ал тым ырыққа көне беру қадірін кетіреді. Берген білімі мен ғылымына шәкірті селқос қарайтын болады.